Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен Excel кітабының 42-ші бетіндегі Monuments in Danger, яғни монументтер қауіпте деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазуды ұмытпа. Себебі сенің ағылшын тілінен 5 шығуың қажет, және де тек каналға тіркелгендерге видео көрінетіндей етіп қоямын. Сонымен бастадық. Бірінші тапсырмаға назар аудармас бұрын мына жердегі жаңа сөздерге назар аударсаңдар. Rising seas деген теңіз деңгейінің көтерілуі, melting ice деген мұздың еруі, global warming деген жаһандық жылыну, threaten деген қауіп төндіру, cultural site мәдени орын, responsible for үшін жауапты, damage зақым келтіру, the power күш, мүмкіндік, giant алып үлкен, worship табыну, authorities билік органдары, mystical мистикалық, survive аман қалу, humid ылғалды, vegetation өсімдіктер, sandstone құмтас, conversionist табиғатты тарихты қорғаушылар, preserve сақтау. Енді бірінші тапсырмаға келсем, do you know any monuments places in your country are they in danger because of pollution? Яғни сенің мемлекетінде монументтер бар ма, которые недегі қауіп төніп тұрған, яғни жойылу қаупінде тұрған деп мен былай жазып қараймыз. Yes, in my country some historical places are in danger because of pollution, for example, old buildings in large cities. Я менің елімде ластану салдарынан қауіп төніп тұрған тарихи орындар бар, мысалға үлкен қалалардағы ескі ғимараттар дедім. Би тапсырмасында сендерге бүйтеді. Look at the pictures in the text, right here 3 questions about these places. Яғни мына суреттерге қара және де 3 сұрақ дайында деп мен жазып қойдым. How old is Stonehenge? Stonehenge-дің жасы неше қанша? How many tourist visitors Angkor Wat every year? Яғни Angkor Watқа жыл сайын қанша турист келеді? What problems do these monuments face? Бұл ескерткіштер қандай мәселелерге тап болды деген 3 сұрақ дайындадым. Енді мұна тексті оқып аударып берейік. Сендерге ағылшыншасын оқымай қойын, бірден қазақшасын оқып аударылған бірін оқиын. Бастадық. Monuments in danger қауіп төнген ескерткіштер. Олар әдемі, олар таңғажайып, бірақ олар қауіпте. Теңіз деңгейінің көтерілуі, мұздың еруі және жаһандық жылыну біздің мәдени орындарымыз бен ескерткіштерімізге қауіп төндіреді. Бірақ біз зиянға өзіміз себепкер болсақ та, оларды сақтау күшімізде бар. Ендеше не істейміз? Stonehenge 5000 жылдық алып тастар шеңбері. Кейбір адамдар бұл жер күнге табылатын орын болды деп есептейді. Жыл сайын 8000 адам келеді бұл жерге. Өкінішке орай туристер тастарға зиян келтіреді. Көлікте зиян тигізеді. Билік жолдар мен автотұрақтарды алыстау жерге көшірмек. Мистикалық Stonehenge келесі 500 жыл өмір сүре ала ма деген сұрақ қойыпты. The Temples of Angkor Wat, Cambodia. Яғни Angkor Wat храмдары Камбоджада. Бұл храмдар 12-ші ғасырдың басында салынған. Олар Камбоджаның ұлттық символы. Жыл сайын шамамен 2,6 миллион турист келеді. Ылғалды ауа райы, өсімдіктер және туристер жұмсақ құмтас храмға зиян келтіріп жатыр. Тарихты қорғаушылар храмды сақтау үшін жұмыс істеп жатыр. Осылайша Angkor Watты ұзақ жылдар бойы сақтап қалуға болады дейді. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге мына сұрақтарға жауап беруіміз қажет дейді. Мен сендерге жауабын дайындап қойдым, бірге назар аударайық. How old is Stonehenge? Stonehenge-дің жасы қаншада? Stonehenge is 5000 years old. Яғни Stonehenge-дің жасы 5000 жыл. What did they build Stonehenge? Яғни Stonehenge-ді неге салды? Some people believe it was a place to worship the sun. Яғни кейбіреулер оны күнге табыну үшін салынды деп ойлайды. What problems do the temples face? Яғни туристер қандай проблемалармен бетпе-бет келді жаңағы Stonehenge. Tourist and traffic damage the stones. Туристер мен көлік тастарға зиян келтіреді. 5-ші, are the temples Angkor Wat a popular holiday destination? How do you know? Яғни Angkor Wat бізде танымал демалыс орны ма дейді. Және де сен қайдан білесің дейді. Қараңдар, wet weather, vegetation and tourist damage the sandstone temples. Яғни ылғалды ауа райы, өсімдіктер және туристер. Ой, балалар, бұл мынау 4 несі екен ғой, 4-тікі, мынау 5-тікі енді. 5-тікі есі, өте танымал. 6-нікі, who is working to preserve the temples? Яғни кім жұмыс істеп жатыр,
тарихи жерлерді қорғауға. Conservationists are working to preserve them, яғни храмдарды қорғау үшін тарихты, табиғатты қорғаушылар жұмыс жасап жатыр дейді. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады, мына сұрақтарға жауап бер дейді. What new things have you learned from the text? Яғни тексттен не туралы үйрендің дейді. I learned that Stonehenge 5,000 years ago is 5,000 years old and Angkor Wat gets 2.6 million visitors here. Яғни мен білдім то, что Стоунхенджге 5000 жыл болған және Ангкор Ватқа жылына 2,6 миллион келушілер келеді екен. Which place would you like to visit? Why? I would like to visit Angkor Wat because it's beautiful and has interesting history. Мен барғым келеді Ангкор Ватқа, өйткені ол әдемі және де өзіндік қызық тарихы бар дедім. Енді үшінші бит тапсырмасына келсек, think of monuments in your country. In what ways different similar to monuments in the text? Say or write short paragraphs. Read to your partner. Яғни мына параграф туралы жазуың қажет және өзіңнің жұбына оқып бер дейді. Мен мына жерге былай жаздым. One of the famous monuments in my country is Bayterik Tower in Astana. It is different from Stonehenge and Angkor Wat because it is modern and made of metal and glass, non-stone. However, it is similar because it is also a symbol of the country and many tourists visit it every year. People work to protect and preserve it just like the other monuments. Менің елімдегі әйгілі ескерткіштердің бірі Астанадағы Бәйтерек мұнарасы. Бұл Стоунхендж пен Ангкор Ваттан өзгеше, себебі ол заманауи және металл мен әйнектен жасалған. Ал олар тастан жасалған. Дегенмен ұқсастығы бар. Жалпы балалар осы туралы жаздым. Енді сендерге канал ұнаса, дегенмен ұқсастығы бар. Олардың ол да елдің символы болып табылады және жыл сайын көптеген туристер келеді. Оны қорғау және сақтау жұмыс үшін жұмыс істеледі, басқа да ескерткіштер сияқты дейді. Енді балалар сабақ ұнаса каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Goodbye, have a nice day.